Әйелі көзіне шөп салған ер адам іштегі күйінішін айтып, жан сырын ақтарды. Ол балаларын тастап, ауылда қалаған нәпақа табуға келгенде осындай жағдайға тап болам деп тіпті ойламаған көрінеді. Бәріне сендер үшін бардым. Басқа жол қалмады. Не істеймін? Өлтіресің бе? Өзің біл деп әйелім аяғыма құшақ ұлады. Оны құшақтап отырып, өзімнің де өкіріп жібергенімді білмей қалдым. Менен бұрын балаларымда нәпақа табам деп осындай жолға барған әйелімді кешіргім де келеді. Бірақ мені өлтіріп барады. Болған жайды қаз қалпында баяндайын. Ауылда жұмыс болмай қалаға қаңғып келген бейшара отбасылардың бірі едік. 2 баламызды әке-шешеміздің қолына тастап кеткенбіз. Қалада бізді қай жайлы жұмыс күтіп тұр дейсіз? Мен бір мекемеге күзетші болып, әйелім бір байдың баласына күтуші болып жұмысқа тұрдық. Күзетшінің жұмысы белгілі ғой, айлығы да шамалы, бірақ жоқтан бар. Әйелінің жұмысы тәуір. Таудың етегінде дәу үйі бар бір байдың баласын қарайды. Ол да мен секілді тәулікпен жұмыс істейді. Аптасына 3 күн кезекпен барады. Түнде баланы қарап, сонда қонып қалады. Осылайша жүріп жаттық. 2 баланың анасы болса да жарым көрікті мүсінді еді. Жасы 25-тен енді ғана асқан. Бәлкім бай отбасына әйелімнің көркі, ауылда бала бағып өскені, пысықтығы да ұнап қалса керек, бірден бала бағушы қылып алған еді. Содан қойшы уақыт өтіп жатты. Мен үйге болған кезде ол жұмыста, ол үйде болған кезде мен жұмыстамын дегендей бір-бірімізді кейде апталап көрмей қалатын кездер болды. Тек әйтеуір күні бірер рет телефонмен сөйлесіп қоямыз болды. Алғашында пәтер жалдауға ақшамыз болған жоқ. Осы қалада тұрған сыныптасымның үйіне тұра тұрайық деп шешкен едік. Олар қарсы болмады. Қазақтың қонақ жайлы ғой, жұмыстан келгенде тамағын даярлап қояды, рахмет онысына. Бірде жұмысына келіп, тамақ ішіп, сыныптасымен теледидар көруге отырғаны сол еді. Әйелі келіп, қолыма бір дәрілерді ұстатып салды. Бұл не дедім түсінбей. Әйелінің заказы ғой, алып қоя салшы деп еді. Өздерін қаңғып жұмыс істеп жүргенде бала көтеру неге керек? Дұрыс өстіп сақтанып жүріңдер деп қояды досымның әйелі. Мен аң-таңмын, әлі де түсінбей. Не қылған дәрі деймін. Бала болдырмайтын дәрі ғой, төсек қатынасының алдында ішетін. Өткенде алып берген бітіп қалыпты, тағы алып қойшы деген соң алғаным ғой. Келіншегіңе берерсің деп залдан шығып кетті. Не айтарын білмей қалдым. Әйелімнің маған айтпай мұнысы несі? Біз соңғы бірер айда дұрыстап төсекте болмап едік. Дәріне не үшін ішіп жүр, әлде өзгемен жатып жүрме? Көңіліме күдік кірді. Түнмен ұйықтай алмай шықтым. Ертеңіне демалатын күнім еді. Таңертең кезектен әйеліме келу керек. Сол кезде жағдайды анықтамақ болдым, бірақ күдік кірген көңіл қиын ғой. Ойыма неше түрлі нәрселер келіп кетеді. Өзімді әрең тежеумен болдым. Таңертең кезегін өткізіп келетін әйелім түс ауа әрең келді. Телефонмен хабарласып едім. Баласы ауырып жатыр, дәрігер күтіп отырмын, үйін жинап жатырмын деп бір құлаш сылтау айтқан. Осының өзі көңіліме сезік әкелді. Таңертеңгісін досымда әйелі де жұмысқа кеткен. Балалары сабақта, үйде жалғызбын. Әйелім шешініп болмай, мынау не деп кешегі дәрілерді көрсеттім. Ол шошып қалды. Не қылған дәрі деп тіпті таңданыс білдірді. Кімді алдап тұрсың? Неғып бұл дәріні білмей қалдың? Өзің заказ беріпсің ғой? Айт шыныңды. Мұны не үшін істеп жүрсің? Біреумен жатып жүрген белгілі ғой деп тап бердім. Ақыры не керек? Әйелім бәрін мойындады. Сөйтсем, баласын бағып жүрген үйдің отағасы қырындап, әйелімді төсек қатынасына мәжбүрлеген көрінеді. Үнемі мол ақша береді екен, киім кешек алып берген. Бір сөзбен айтқанда, әйелім әлгі байдың көңілдесіне айналыпты. Бала көтеріп қалмас үшін амалсыз менен жасырып, осы дәрілерді ішіп жүріпті. Егер сен қолыңнан іс келетін жақсы еркек болғанда, балаларыңды бағып, үйде отыратын едім ғой. Балаларымның нәпақасы үшін соған бардым. Не істеймін? Өлтіресің ба, өзің біл деді. Жерде 2 бүктеліп жылап жатқан әйелімді не жұбатарымды, не тепкілеп ұрарымды білмедім. Тұрмысымыз дұрыс болмағанда мұндай жағдайға тап болар ма едік? Қайтейік? Байғұстың тастаған таяғы сорлыға тиіпті деген осы.
Өкіріп жылап диванға отыра кеттім. Әттең, қолдың қысқалығы. Тұрмысымыз дұрыс болғанда мұндай жағдайға тап болар ма едік? Қайтейік, байғұстың тастаған таяғы сорлыға тиіпті деген осы. Ертеңіне мен де ол да жұмыстан шығып ауылға қайттық. Болған жағдайды досыма айтқан жоқпын. Өз-өзімді масқарлап қайтем, бірақ ақша тауып балаларымды асыраймыз деп келгенде әйелімнің осындай күнәға барарын кешірем бе білмеймін.